Келін болып түскеніме әлі көп болмаған еді. Ауылдағы үлкен әулеттің босағасын аттап, жаңа өмірге қадам басқан күндерім әлі есімде. Бұл үйде адам көп болатын. Ата енем, қайынағам және абысыным, күйеуім, мен. Бәріміз бір шаңырақтың астында тұрдық. Алғаш келген кезде бәрі маған таңсық көрінді. Таңертең ерте тұрып, шай дайындап, үлкендерге сәлем салуды біртіндеп үйреніп жүрдім. Енем үйдің тәртібін қатты қадағалайтын. Келін деген үйдің берекесі болуы керек деп жиі айтатын. Мен де оның көңілінен шығуға тырысатынмын. Абысыным бұл үйге менен бұрын түскен. Көп нәрсені содан сұрап үйрендім. Уайымдама, бәріне үйреніп кетесің деп күліп қоятын. Кейде екеуміз бірге тамақ әзірлеп, үй шаруасымен айналысатынбыз. Күйеуім таңертең жұмысқа кетіп кешке қайтатын. Күні бойы соны күтіп жүретінмін. Кешкісін бәріміз дастархан басына жиналатынбыз. Атам өткен күндерді айтып отырады. Қайынағам әзілдейді, ал енем бәрімізге көз салып отыратын. Сырт көзге біздің отбасы өте тату көрінетін. Мен де өзімді бақытты сезіндім. Осындай үлкен әулеттің бір мүшесі болғаныма қуандым. Бірақ үлкен шаңырақта әр адамның өз мінезі, өз сыры болады екен. Оны мен ол кезде әлі түсінбеген едім. Сол күндері мені алда қандай оқиғалар күтіп тұрғанын білсем ғой. Бұл үйге келгелі бір нәрсені жиі ойлайтынмын. Қайынағам мен абысынымның үйленгендеріне бірнеше жыл болса да, әлі күнге дейін балалары жоқ еді. Алғашында оны сұрауға ыңғайсыздандым. Әр отбасының өз сыры болады ғой деп ойладым. Бір күні көрші апайлар үйге қонаққа келді. Әңгіме арасында біреуі немере сүйетін уақыт болды ғой, үлкен ұлдан әлі сүйенші естімедік деп күліп айтты. Сол сәтте біртүрлі тыныштық орнады. Абысынымның жүзі өзгеріп кетті. Қайынағам басын төмен түсіріп, үндемей шайын іше берді. Енем болса әңгімені дереу басқа жаққа бұрып жіберді. Мен мұны байқасам да ештеңе демедім. Кейін абысыныммен ас үйде екеуміз ғана қалғанда сөз арасында баланы жақсы көретін шығарсыз деп абайлап сұрадым. Ол бір сәт үнсіз қалды да күлімсіреген болды. Алла бұйыртса бәрі болады деді қысқа ғана. Даусынан мұң сезілгендей болды. Содан кейін бұл тақырыпты қайта қозғамадым. Бірақ сол күннен бастап олардың отбасына қатысты түсініксіз бір ауырлық бар екенін сезе бастадым. Қайнағам балаларды көрсе ұзақ қарап қалатын. Кейде көшеде ойнап жүрген бүлдіршіндерді үнсіз бақылап тұратынын да байқадым. Ал абысыным болса сырт көзге күліп жүргенімен кей кездері жалғыз қалғанда терезеге ұзақ қарап ойға шомып кететін. Мен бұның бәрін өмірдің сынағы шығар деп қабылдадым. Бірақ кейін осы баласыздықтың артында мен елестете де алмайтын құпия жатқанын қайдан білейін. Сол күннен бастап енем мен абысынымның біртүрлі қылықтарын жиі байқай бастадым. Екеуі оңаша қалса болды, бір нәрсені сыбырлап сөйлесетін. Мен ас үйге немесе бөлмеге кіре қалсам, әңгімелері бірден үзіліп кететін. Шайды әкелші келін деп, енем сөзі басқа жаққа бұрып жіберетін. Ал абысыным ештеңе болмағандай күлімсіреп жүре беретін. Алғашында оған мән бермедім. Енем мен келіннің өзара әңгімесі шығар деп ойладым. Бірақ бұл жағдай күн сайын қайталана берді. Бірде кір жуып жүріп, екеуінің аулада сөйлесіп тұрғанын көрдім. Дауыстары бәсең шыққанымен бір нәрсені қызыл талқылап тұрғандары анық еді. Мен жақындай бергенімде енем мені байқап қалды. Болды, кейін сөйлесерміз деді де абысыныма көз қиығын тастады. Екеуі де үндемей қалды. Сол сәтте өзімді бөтен адамдай сезіндім. Бір үйде тұрсақ та менен жасырылатын бір құпия бар сияқты көрінді. Кешке дейін сол ой маза бермеді. Тіпті кейде түнде су ішуге тұрсам да енем мен абысынымның ас үйде ақырын сөйлесіп отырғанын көретінмін. Мені байқаса болды, сөздері сап тиылатын. Ұйықтамай жүрсің бе дейтін енем ештеңе болмағандай. Су ішейін деп едім деп жауап беретінмін. Бірақ олардың жүзіндегі абыржу көзінен көрініп тұратын.
Не туралы сөйлесетіндерін білмедім, сұрауға да батпадым. Дегенмен ішімдегі күдік күн өткен сайын ұлғайып бара жатты. Сол кезде бұл үнсіздіктің артында бүкіл өмірімді өзгертетін шындық жатқанын әлі білген жоқ едім. Соңғы кезде тағы бір нәрсе көңіліме қона қоймай жүрді. Бұрын енем мен абысыным ғана оңаша сөйлесетін болса, енді олардың қасына күйеуім де жиі қосылатын болды. Үшеуі бір бөлмеге кіріп кетеді де есікті жауып ұзақ отырады. Мен жақындай қалсам, дауыстары бірден бәсеңдеп кететін. Бірде ас үйде тамақ әзірлеп жүргенмін. Қонақ бөлмесінен үшеуінің күбірлескен дауысы естіліп тұрды. Не жайында сөйлесіп жатқанын түсіне алмадым. Шай дайын болған соң, шай ішіңіздер деп бөлмеге кірдім. Сол сәтте үшеуі де үндемей қалды. Енем маған қарап, үстелге қоя сал келін деді. Күйеуім болса көзіме тура қарамай телефонын ақтара бастады. Абысыным да ештеңе айтпастан орнынан тұрып кетті. Әлде мен кіріп келгеніме ыңғайсызданды ма деп ойладым. Бірақ мұндай жағдай бір рет емес, қайта-қайта қайталана берді. Кейде аулада сөйлесіп тұрады. Мен сыртқа шықсам, әңгіме сол мезетте тоқтайды. Кейде кешкі шайдан кейін үшеуі сыртқа шығып кетеді. Қайтып келгенде ештеңе болмағандай күліп отырады. Ішімде түсініксіз бір сезім пайда болды. Неге менен бірдеңені жасырады? Өзімді қанша сабырға шақырсам да жауап таба алмадым. Күйеуімнен сұрағым келген, бірақ дәлелсіз күмән айтып, арамызға салқындық түсіргім келмеді. Сондықтан үндемей бақылауды жөн көрдім. Алайда сол үнсіз бақылауымның мені күтпеген шындыққа жақындатып келе жатқанын ол кезде әлі сезбеген едім. Қайнағамның мінезі де маған бір түрлі көріне бастады. Таңертең жұмысқа кетіп, кешке шаршап қайтатын. Бірақ демалыс күндері үйде болса да ешкіммен көп сөйлеспейтін. Кейде аулада жалғыз отырып ұзақ ойланып кететін. Қолына шайын алып, бір нүктеге қадалып отырғанын талай көрдім. Қайнаға бәрі дұрыс па деп бір күні сұрадым. Иә, бәрі жақсы деді қысқа ғана. Бірақ жүзінен ешқандай қуаныш байқалмайтын. Кешкі дастархан басында да көп сөйлемейтін. Атам әзіл айтса да жай ғана жымиып қоятын. Кейде тамағын асығыс ішіп бөлмесіне кіріп кететін. Мен оның осындай көңілсіз жүретінін абысынымда байқайтын шығар деп ойладым. Бірақ ол да бұл туралы ештеңе айтпайтын. Бір күні кешке қайнағамның бөлмесінен ауыр күрсінген дауыс естілді. Есік жабық болғандықтан мазаламадым. Жұмыстан шаршаған шығар деп өзімді жұбаттым. Бірақ күндер өте келе оның көңілсіздігі тіпті жиілеп кетті. Үйдің ішінде жүрсе де ойы басқа жақта жүргендей болатын. Осының бәрі менің күдігімді одан сайын күшейте түсті. Бұл үйде әркімнің ішінде айтылмаған бір сыр бар сияқты еді. Бірақ ол сырдың не екенін әлі ешкім маған айтқан жоқ. Күн өткен сайын мені мазалайтын тағы бір жағдай көбейе түсті. Кейде күйеуім мен абысыным екеуі дәлізде не аулада оңаша қалып күліп сөйлесіп тұратын. Алғашында оған мән бермедім. Бір үйдің адамдары ғой, әңгімелесетін шығар деп ойладым. Бірақ қызығы, мен солар жаққа беттей қалсам, енем міндетті түрде мені басқа жаққа жұмысқа жұмсайтын. Келін шайды жаңалап жіберші, немесе ана бөлмеден көрпені әкеліп жібер. Мен оның айтқанын орындап кеткенше әлгі екеуі тарап кететін. Бір күні мұны анық байқадым. Аулада кір жайып жүрген едім. Күйеуім мен абысыным қақпаның жанында бір нәрсеге күліп сөйлесіп тұр екен. Мен соларға қарай жүре бергенімде енем артымнан дауыстады. Келін, бері келші, маған көмектесіп жібер. Мен амалсыз кері бұрылдым. Бірнеше минуттан кейін қайта шықсам, екеуі екі жаққа кетіп қалыпты. Осындай жағдай тағы бірнеше рет қайталанды. Қайда барсам да дәл мен жақындай бергенде олардың әңгімесі аяқталып қалатындай көрінетін. Кейде өзімді артық күмәнданғандай сезінетінмін. Мүмкін жай ғана сәйкестік шығар. Бірақ ішкі түйсігім бұлай емес екенін айтып тұрды. Енемнің мені үнемі басқа жаққа жіберуі де кездейсоқтыққа ұқсамайтын. Сұрайын десем, ешқандай дәлелім жоқ. Үндемейін десем, көңілім тынышталмайды.
Сол күннен бастап олардың әр қимылына еріксіз назар аударатын болдым. Ішімдегі күдік күн сайын күшейіп бара жатты. Ақыры үндемей жүре алмадым. Бір күні кешке екеуміз ғана бөлмеде отырғанымызда күйеуіме ойымды айттым. Сенен бір нәрсе сұрасам ренжімейсің бе дедім. Сұрай бер деді ол. Соңғы кезде сені абысыныммен жиі оңаша сөйлесіп жүргеніңді байқап жүрмін. Бірдеңе болып жүрме. Ол маған таңырқай қарап қалды. Сен не айтып отырсың? Білмеймін, бірақ маған біртүрлі көрінеді. Күйеуім күрсініп, сен артық ойлап жүрсің. Онда неге үнемі екеуің оңаша қаласыңдар дедім. Ол басын шайқады. Жеңгеммен арамызда ештеңе жоқ. Ол ағамның жары. Олай ойлаудың өзі дұрыс емес деді. Мен үндемей қалдым. Сен маған сенбей жүрсің бе деді ол. Сенгім келеді, бірақ соңғы кезде бәрің бір нәрсені менен жасырып жүргендейсіңдер. Ешкім ештеңе жасырып жүрген жоқ. Өзіңді босқа қинама. Осыны айтып, орнынан тұрып кетті. Мен оның соңынан қарап отырып қалдым. Даусы сабырлы шыққанымен көзіме тік қарамағаны көңіліме күдік ұялатты. Егер арасында ештеңе болмаса, неге менің сұрағымнан сонша қашқақтады? Сол түні көзім ілінбеді. Мүмкін шынымен мен артық ойлап жүрген шығармын деп өзімді жұбаттым. Бірақ оған сенбей тұрдым. Менің күдігімнің жауабы көп ұзамай өз көзіммен көретін нәрсеге айналарын ол кезде әлі білмеген едім. Сол күннен кейін күйеуімнің әр қимылына еріксіз назар аударатын болдым. Өзімді тоқтатқым келсе де, ішімдегі күдік маза бермейтін. Бір күні жұмыстан әдеттегіден ертерек келдім. Үйдің іші тым-тырыс екен. Атам мен енем сыртта жүрген сияқты. Қайнағам жұмыста болатын. Аяқ киімімді шешіп, дәлізбен ақырын жүріп келе жатқанымда абысынымның бөлмесінің есігі жайлап ашылды. Ішінен күйеуім шығып келе жатты. Мені көргенде ол бір сәтке тоқтап қалды. Сен ерте келдің бе деді абдырап. Иә, жұмысым ерте бітті дедім. Ол ештеңе болмағандай жымиып дәлізбен жүріп кетті. Бірнеше секундтан кейін абысыным да бөлмеден шықты. Келіп қалдың ба деп жай ғана сұрады. Даусында да жүзінде де ешқандай өзгеріс байқалмады. Бірақ ішімде сан түрлі сұрақ туындады. Күйеуім оның бөлмесінде не істеп жүр? Кешке дейін осы ой маза бермеді. Түнде күйеуімнен тағы сұрадым. Күндіз жеңгеңнің бөлмесінен шыққаныңды көрдім. Ол сәл ойланып қалды да, бір зат сұраған едім. Соны алып шықтым деді қысқа ғана. Абысыным да дәл сондай жауап айтты. Ештеңе болған жоқ, артық ойлама. Екеуінің жауабы бірдей болған сайын менің күдігім де күшейе түсті. Олар сыр ашпады, ал мен ішімдегі күмәннан арыла алмадым. Сол түні бір шешімге келдім. Егер ешкім шындықты айтпаса, онда бәрін өзім анықтаймын деген. Сол күннен бастап ешкімге білдірмей бақылауды бастадым. Өзімді мұндай іске барамын деп ешқашан ойламаппын. Бірақ ішімдегі күдік күн сайын күшейіп бара жатты. Бірнеше күн бойы ерекше ештеңе байқалмады. Тіпті өзімнен ұяла бастадым. Мүмкін шынымен артық ойлап жүрген шығармын деп өзімді жұбаттым. Бірақ бір күні бәрі өзгерді. Жұмыстан тағы да ертерек қайттым. Үйдің іші тым-тырыс еді. Енем аулада жүргендей көрінді. Мен білдіртпей дәлізге қарай жүрдім. Сол сәтте абысынымның бөлмесінің есігі жайлап ашылды. Ішінен күйеуімді көрдім. Үстінде көйлегі жоқ еді. Қолында көйлегін ұстап алған. Мен аң-таң болып қатып қалдым. Ол мені байқамады. Бірнеше секундтан кейін есік тағы ашылды. Абысыным бөлменің ішінде тұр. Үстінде тек іш киімі ғана болатын. Ол да күйеуімнің артынан қарап тұрды. Сол сәтте жүрегім зу ете қалды. Көзіме көрінген нәрсеге сенер-сенбесімді білмедім. Жоқ, бұл мүмкін емес дедім. Бірақ бәрін өз көзіммен көріп тұрмын. Қолым дірілдеп, тынысым тарылып кетті. Есіктің тасасында үнсіз тұра бердім. Басында мыңдаған сұрақ айналып жатты. Екеуі неге бір бөлмеде болды? Неге күйеуімнің үстінде көйлек жоқ? Неге абысыным ондай күйде тұр? Осы уақытқа дейін барлық күдігім бір сәтте қайта оралды. Енді олардың арамызда ештеңе жоқ деген сөзіне сену мүмкін емес еді.
Сол сәтте өзімді ұстай алмадым. Есікті қатты ашып жібердім. Есікті тарс етіп ашып жібергенімде екеуі де маған бұрылып қарады. Көзімнен жас парлап кеткенін өзім де байқамай қалдым. Бұл не масқара дедім дауысым дірілдеп. Күйеуім үнсіз тұрды. Абысыным да төмен қарады деп ойлағанмын. Бірақ екеуі де абыржып тұрғанымен мен күткендей өздерін ақтауға асықпады. Сендер мені алдап жүрдіңдер ме деп жылап жібердім. Сол кезде енем бөлмеге кіріп келді. Мен оның бәрін көріп, мені жақтайды деп ойладым. Бірақ оның айтқан сөзі мені одан сайын есеңгіретіп жіберді. Айқайлама келін, мұның бәрінің өз себебі бар деді сабырмен. Қандай себеп болуы мүмкін? Енем ауыр күрсінді. Сен енді бәрібір көрдің, сондықтан жасырудың мәні жоқ. Ол үнсіз біраз тұрды да ақырын сөйлей бастады. Қайнағаңның бала сүюге мүмкіндігі жоқ. Мен естігеніме сене алмадым. Не дейсіз? Дәрігерлер солай айтқан. Көп жылдан бері емделді, бірақ нәтиже болмады. Бөлмеде тыныштық орнады. Енем сөзін жалғастырды. Абысыныңды бұл үйден кетіргім келмеді. Осы әулеттің тұңғыш келіні, сондықтан әулеттің ұрпағын жалғастыратын бала болса дедім. Мен күйеуіме қарадым. Ол үнсіз басын төмен түсіріп тұрды. Сонда мұның бәрін сенде білдің бе? Ол баяу ғана иә деді. Жүрегім шым ете қалды. Ал қайнағам ше? Сол кезде бөлменің есігін ашып қайнағам кірді. Ол маған тік қарап, мен де бәрін білдім. Бұл шешімге өзім де келістім деді. Менің аяғымнан әл кетіп, қабырғаға сүйеніп қалдым. Бұл естігенім өмірімдегі ең ауыр шындық еді. Бір сәтке де сол үйде қала алмадым. Үстімдегі киімімді ғана алып, есікке қарай жүгірдім. Артымнан ешкім тоқтатпады. Үйден шыға бергенімде бір ғана ой санамда жаңғырып тұрды. Бір шаңырақтың астында осындай құпия өмір сүріп жатыр деп кім ойлаған? Ал ендеше сіздердің бұл оқиғаға ойларыңыз қалай?